Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге SMG Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Менің есімім Қалиев Берік. Бүгін сіздермен бірге өтетін тақырыбымыз ондық бөлшектер тақырыбы. Ғылым менен техниканың дамуына байланысты ғалымдар күрделі есептеулер жүргізе бастады. Міне бүгін біздің өтетін тақырыбымызда қолданылатын ондық бөлшектер ол жай бөлшектерді айналдырудан туған сандар. Ендеше тақырыбымызды бастайық. Ондық бөлшектерге жай бөлшектерді қалай айналдырамыз? Ондық бөлшектерге айналдыру үшін бөліміне қараймыз. Жай бөлшектердің бөлімі 10, 100 немесе 1000, тағы да сол секілді 10 санының еселіктері болатын сандар болатын болса, біздер ол сандарды жай бөлшектерге айналдыра аламыз. Немесе бөлшектердің бөлімдерін 10 санына еселік болатын санға алмастыру арқылы санды жай бөлшектерден ондық бөлшектерге ауыстырамыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін, сабағымызды бастаймыз. Сонымен біздердің көріп отырған мына 4,10-7 деген бөлшегімізді ондық бөлшек түрінде қалай жазамыз? 4 дегеніміз үтірдің сол жағында тұрады, бүтін сан үтірдің сол жағында тұрады. Енді мына жерде 10-7 деп тұр. 10 деген кезде бізде бір ғана 0 бар, сондықтан бір сан 7 тұрады. Бұл санның оқылуы 4,10-7. Қазір өздеріңіз түсінетін боласыздар. Мына жерде 5,111 дегеніміз бұл 5 үтірден кейін мына жерде 2 0 бар, сондықтан мына 1 мына 0-дің, мына 1 мына 0-дің. Сонда 11 болып жазылады екен. 5,111 болатын болса. 1000-нан 319 деген, яғни дұрыс бөлшек келісетін болса, бұл жерде бүтін саны 0 кетен ғой. Сондықтан 0,1000-нан 319 дегеніміз былай жазылады. 319 деп. Себебі мына жерде 3 0 бар, мына жерде 3 сан бар, сондықтан дәл осылай жазылады. Егер де мысалға мына есептерді қарайық. Мысалы, 5,107. Бұл санды қалай жазамыз? Ондық бөлшек түрінде бөлшегі бөлімі 100-ге тең, яғни 10 санның еселігі болып тұр. Бұл санды айналдыра аламыз ондық бөлшекке. Қалай айналдырамыз? 5 деп мына жерге жазамыз. Сосын мына жерде 2 0 тұр бөлімінде. Яғни 2 сан болу керек деген сөз. Мына 7-ні мына жерге қоямыз, ал жетіспей тұрған жеріне 0-ды жазамыз. Мынау 5,107 деп оқылады. Ал егерде 5,1000-нан 7 болатын болса, 5,ін жазамыз. 1000 деген кезде бізде 3 0 бар, соған қарап отырып 3 сан болу керек, яғни үтірден кейін 3 сан болу керек. Мына 7-ні ең соңына жазамыз, ал жетіспей тұрған жерлеріне 2 0 тіркейміз. Сонда міне, мынау 5,107 болып оқылады, ал мынау 5,1000-нан 7 болып оқылады екен. Ендеше кейбір сандарды жай бөлшектен ондық бөлшекке айналдырып көрейік. Сонымен құрметті оқушылар, міне мына жердегі барлық жай сандарды, жай бөлшектерді ондық бөлшекке алмастырайық. Мына жерде біздер 100-ден 6-ны көріп тұрмыз. Яғни бұның бүтін саны 0. 0,106 қылдыру керекпіз. Яғни бүтін санымыз біздің үтіріміздің сол жағына жазылады деп айттық. 100-ден 6 дегендіктен бұл жерде 100 деген жерде 2 0-ды көріп тұрмыз. Сондықтан бұл жерде бұлай 2 0 болады. Мына 6-ны мына жаққа қоямыз, ал мына жаққа сан жетіспей тұр, сондықтан 1 0-ды қоямыз. Мынау 100-ден 6 болып оқылады. 0,106. Мына жерде де дәл солай 0 бүтін деймізде 3 0 бар, сондықтан 3 сан болады деген сөз. Мына 7-ні мына жерге қоямыз, мына 1-ді мына жерге қоямыз. Сонда мына жерге 0-ды тіркейді екенбіз. 0,1017 деген осылай жазылады. Келесі жерде 0 бүтін, сосын тағы да 3 0, яғни 3 0 саламыз да, мына жерде 303 деп тұр, сондықтан мына 3-ті мына жерге 0,3 деп керісінше жазамыз, сол кезде 0,303 шығады. Мына жерде енді 0,1000-нан 7 дегеніміз бұл 0,303 сан тұр. Мына 7-ні ең соңына қоямыз. Сонда мына жерге сандар жоқ, сондықтан 0-ды тіркеп жазамыз. Мынау біздің 10.000-нан 75. Бұл дегеніміз 0, яғни 4 сан болу керек деген сөз. Мына 5-ті ең соңына жазамыз, 7-ні содан кейін жазамыз. Мына жерге 2 0 жетіспейді. 0,1000-нан 75 болып оқылады. Келесі санымыз 3,107, яғни 3 бүтін болатын болса, үтірдің сол жағына 3-ті жазамыз, сосын 107 деп тұр, яғни 2 сан болу керек. 7 деген ол ең соңғы сан болады, сонда мына жерге 0-ды тіркей дегенбіз. Бұл 3,107 деген сан. Мынау 16,1000-нан 302, яғни 16 бүтін дейміз, 1000-нан деп тұр 3 сан болу керек, 302-де 3 сан бар, сондықтан осылай тіркеп жаза қоямыз.
мына жерде 42 бүтін 10 мыңнан 6, яғни 4 сан болу керек. 6-ны мына жерге қоямыз да 0, 0, 0 деп мына жерге тіркейміз. 42 бүтін 10 мыңнан 6 осылай жазылады. Мынау 9 бүтін 2 сан жазамыз. Мына жерге 1, мына жаққа 0 жазылады. 9 бүтін 100-ден 1 деген сан болады. Ал енді құрметті оқушылар, мына бөлгіштерді, әртүрлі сандарды ондық бөлшекке алмастыруды үйретейін. 3 бүтін 20-дан 1 дегенді қалай айналдырамыз? Ол үшін бөлімін 10, 100, 1000 немесе сол секілді сандар қылдыру керекпіз. Яғни 1, одан кейін 0, 0, 0, 0 болу керек. Ол үшін қараймыз. Мына 20 деген санды айналдыра аламыз ба? 10-ға айналдыра алмаймыз. Көбейту арқылы. 20-ны біздер айналдыра аламыз нешеге? 20-ны айналдыра аламыз 100-ге. 20-ны 100-ге айналдыру үшін 5-ке көбейту керек. 100 болады. Сонда үстінде 5-ке көбейтеміз. 1-ді 5-ке көбейтсек 5 болады. Мына 3 бүтінді орында қала береді. Ал 3 бүтін 100-ден 5 дегеніміз бұл 3 бүтін 100-ден 5 болып осылай жазылатыны сіздерге белгілі. Келесі санымыз бұл 2 бүтін 50-ден 3 дегенді біздер 100-ден 6 деп жазамыз. Не үшін? Себебі 50-ді 2-ке көбейтеміз, 3-ді де 2-ке көбейтеміз. Түсінікті ғой? Сонда бұл 2 бүтін 100-ден 6 болып осылай жазылады. Келесі санымыз 4 бүтін 25-тен 8 дегенді 25-ті 100-ге айналдыруға болады 4-ке көбейту арқылы. Яғни 4-ке көбейтеміз 100 болады. Мына 8-ді 4-ке көбейтеміз 32 болады. Яғни 4 бүтін 100-ден 32 болып осылай жазылады екен. Келесі санымызды 5-ке көбейтеміз. Бұл 7 бүтін. Мына 20-ны 5-ке көбейтетін болсақ 100 болады. Мына жақта 55 болады. Түсініп тұрсыздар ма? 7 бүтін 100-ден 55 дегеніміз бұл былай жазылады екен. Келесі, мына 8-ді нешеге айналдыра аламыз? 10-ға айналдыра алмаймыз, 100-ге айналдыра алмаймыз, 1000-ға айналдыра аламыз. 1000-ға айналдыру үшін не істейміз? 125-ке көбейтеміз. Сонда 2 бүтін, мынаны 125-ке көбейтсек 1000 болады. Ал 5-ті 125-ке көбейтсек 625 болады. Сонда бұл 2 бүтін 1000-нан 625 болып жазылады. Ал мына жерде 125 берілетін болса, біздер 8-ге көбейтеміз, сол кезде мына жерде 1000 болады. Сонда 1 бүтін 1000-нан неше болады? 8-ге көбейтсек 6-ны 48 болады. Қалай жазылады? 1 бүтін, міне 1000 дегенде 3 сан бар. 1, 2, 3. Мына 8-ді ең соңына жазамыз. 4-ті мына жерге, 0-ді мына жерге жазамыз. 1 бүтін 1000-нан 48. Енді мына жерде 3 бүтін 200-ді не істейміз? 200-ді 1000-ға айналдыру үшін 5-ке көбейтеміз. Сондықтан 200-ді 5-ке көбейтетін болсақ 1000 болады. 17-ні 5-ке көбейтетін болсақ 85 болады. Сонда 3 бүтін 1000-нан 85 дегеніміз осылай жазылады. Түсінікті ме? Міне мына жерде үтірден кейін 3 сан болса, яғни ол 1000-нан деп оқылады. Үтірден кейін 4 сан болса, 10 мыңнан деп оқылады. Дәл солай кете береді. Мына жерде 8 бүтін 250-ді біздер 4-ке көбейтеміз, сол кезде 1000 болады. 9-ды 4-ке көбейтеміз, 36 болады. Яғни бұл 8 бүтін 1000-нан 36 деген сөз. Міне 1000-нан 36 деп осылай оқылады екен. Мінекей достар, біздер ондық бөлшектерге жай бөлшектерді қалай айналдыру керек екенін үйрендік. Енді мен сіздерге ондық бөлшектерді қалай координаталық сәуледе кескіндеу керек екенін көрсетейін. Міне, координаталық сәулеміз бар. Осы жерде мысалға 0,10-нан 7 деген санымыз. Бұл қалай жазылады? Бұл 10-нан 7 болып жазылады. Дұрыс қой. Енді 10-нан 7 дегеніміз бұл 0-ден үлкен сан, бірақ та 1-ге жетпейтін сан. Яғни 0 менен 1-дің ортасында тұр деген сөз. 0 менен 1-ді алшақтатып салайын. Сонда былай болады. 0 мына жерде, 1 мына жерде болатын болса, 10-нан 7 дегеніміз 0 менен 1-дің ортасын 10 бөлшекке бөліп, 7-шісін ал деген сөз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болды. Дұрыс қой, да? Міне 10 бөліп болды, 7-шісін алу керек. Міне мынау 0,10-нан 1 деген мынау болады. Мынау 0,10-нан 2 болады. 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 деген міне мына нүкте екен. 0,10-нан 7 деген нүкте. Енді осы секілді өзге де материалдарды қазір сіздерге көрсететін боламын. Сонымен құрметті оқушылар, ендігі жасайтын нәрсеміз мына берілген 4 нүктемізді координаталық түзуде көрсету. Координаталық түзуді саламыз. Содан кейін мына жерде біздер 0 деп белгілейміз, мына жерде мысалға 1 деп белгілейік, мына жерде 2 деп белгілейік. Себебі мына сандардың барлығы 0, 1, 2 осы сандардың арасында орналасқан.
0,3 дегеніміз бұл қалай жазылатын еді? Бұл 10-нан 3 деп жазылады, дұрыс қой. 10-нан 3 деп жазылады, яғни 0-ден үлкен, 1-ден кіші сан. 0 менен 1-дің ортасын 10 бөлікке бөлеміз. Міне 10 бөлікке бөлдік, соның үшіншісін аламыз. Міне мына нүктеміз біздің 0,3 деген нүкте екен. Міне мынау, міне 0,3 деген нүкте. Енді 1,2, 1,7, 0,8. Бұл жерде 0,8 дегеніміз бұл, міне мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болғандықтан, мына нүктеміз біздің 0,8 деген нүкте болады. Түсінікті ме? Содан кейін 1,2 деп тұр, яғни ол 1-ден үлкен сан, 2-ден кішкентай сан. Ол үшін 1-2 2-ке қысқарады. Сондықтан 1-2-ның ортасын 5 бөлікке бөлуге болады. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Соның ортасын 5 бөлікке бөліп, соның бірінші бөлігін аламыз. Сонда мынау біздің 1,2-міз екен. 10 бөлікке бөліп екіншісін ал, немесе 5 бөлікке бөліп біріншісін ал, екеуі бір нәрсе. Ал енді 1,7 дейтінді белгілейтін кезде не істейміз? Біздер 5 бөлікке бөлген мына бөліктеріміздің барлығын алып тастаймыз да, енді 1,2-ның ортасын 10 бөлікке бөлеміз. 1, 2, міне 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болды. Соның 7-ші бөлігі болады. Міне мына нүкте бұл 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 деген мына нүкте болады. Бұл 1,7 болады. Сосын 1,8, 1,9, 1,10 деп айта алмаймыз. Немесе 1,10 дегеніміз бұл 2 болады екен. Түсіндіңіздер? Ал енді, құрметті оқушылар, мына берілген ондық бөлшегімізді оқиық. Бұл қалай оқылады? Міне 38 бұл бүтін сан. Содан кейін 3 сан тұр үтірден кейін, яғни 3 нөлі бар. Қандай сан бар? 10, 1 нөлі бар. 100, 2 нөлі бар. 3 нөлі бар. Ол 1000. Яғни бұл 38 бүтін 1000-нан 765 болып оқылады. Енді қарайық. Осы жердегі бұл ондық бөлшегіміз 38 бүтін 1000-нан 765 санының разрядтық бөлшектерін көрсетейін мен сіздерге. Разрядтық бөліктерін деп айтсақ та болады. Біздер білеміз, мына бүтін санның разрядтық бөліктері бар. Қалай бөлінеді бұл? Міне мынау бірлік болады, ал мынау ондық болады. Содан кейін міне үтір ондық бөлшектер берілетін болса, міне мынау біздің ондық үлес болады. Ондық үлес болады. Не үшін? Себебі мына 6 менен 5-ті санамай оқитын болсақ, бұл 38 бүтін 10-нан 7 болып оқылады. Дұрыс қой? Сондықтан бұл ондық үлес. Сонда мынау 100-дік үлес. Ал мына 5 бұл 1000-дық үлес. Түсінікті ме? 1000-дық үлес. Не үшін білу қажет? Бұларды кішкентай уақыттан кейін біздер жуықтау деген тақырыпты өткен кезде 1000-дық үлеске дейін, 1000-дық үлеске дейін, бірлікке дейін, ондыққа дейін, 1000-дыққа дейін, 100-дікке дейін, 10.000-дыққа дейін біздер жуықтайтын боламыз. Және де бүгінгі тақырыбымызға байланысты біздер мына разрядтарына қарай отырып, біздер ондық бөлшектерді салыстырамыз. Ондық бөлшектерді салыстырған кезде, егер де былай болатын болса, мысалға 7,2 және де 6,3, онда белгілі 7,2 көп екені, себебі бүтін сандары олар көп. Ал егер де былай берілетін болса, 8,10-нан 100-ден 52, сосын мына жақта 8,100-ден 53 берілетін болса, қайсысы көп болады? Мынау көп болады. Себебі бүтін сандары бірінші бірдей, бүтін санына қараймыз. Сосын одан үтірден кейінгілері 5 бірдей, ал мына жақта 2, мына жақта 3 тұр. Сондықтан қайсысы көп болады, соған ғана қаратамыз. Түсінікті болған шығар. Және де мысалы мынандай сандар кездеседі. 0,10-нан 9 немесе 0,199. Қайсысы көп? Әрине мына сан көп, себебі 0,10-нан 9 дегенді
0,100-90 деп жазсақ болады. Дұрыс қой? Міне, мына жерде 2 сан бар, 99, ал мына 2 санымыз 90. Сондықтан 99 көп болғандықтан мынау көп болады. Енді бұлай болатын болса, мысалға 4,3-тен 1-ді салыстыру керек 4,2 мен. Қайсысы көп, қайсысы аз? Бұл үшін не істейміз? 4,2 дегенді 4,2 деп жазып аламыз. Сосын бұл дегеніміз 4,5-тен 1 екенін тағы да қараймыз. Себебі мына 10 менен 2 2-ге қысқарады. Енді мына 2 санды бір-бірімен салыстыру керек біз. Ол екеуін бір-бірімен салыстыру үшін бірінші бүтіндеріне қараймыз. Мына жерде 4 бүтін, мына жерде 4 бүтін. Яғни енді бөлшектеріне қарау керекпіз. 1-ден 3 көп па, әлде 1-ден 5 көп па? Бөлшегіміз көп деген сөз. Сонымен құрметті оқушылар, міне сабағымыз аяқталуға жақын. Бүгін біздер ондық бөлшектерге қалай айналдыру керек, ондық бөлшектерді координаталық жүйеде кескіндеу, және де ондық бөлшектерді бір-бірімен салыстыру, және оның ондық бөлшектерінің жүздік, ондық, жүздік үлес деген сандарымен таныс болдық. Барлық материал сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Барлығын сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.